Әлемді махаббат құтқармайды. Жарым түнде жарыңның үстіне жамылғы жабуы махаббат емес. Жұмыстан кеш қайтқан жолдасыңа тамақ жылыту да махаббат емес. Тірліктен қажыған әйеліңе қарайласу да махаббат емес. Жүректен шыққан жылы сөздер махаббат емес. Расында, махаббат ең ұлы сезім болса, Мәжнүн жүніп кетпес еді ғой. Баян жалғыз қалмас еді, жібек жыламас еді. Асылында, махаббат шектен шығатын болса, адамды азғындайды. Дүниеге деген шексіз махаббаттан жауыздық туады. Өзіңе деген шексіз махаббаттан тәкаппарлық туындайды. Өзгеге деген шексіз махаббаттан қызғаныш туындайды. Бәрінің апарар жері құрдым. Махаббат үнемі қайтарым күтеді. Махаббат жиі санасады. Махаббаттың өз есебі бар. Ұзақ ойландым. Тіпті Құдайдың өзі пендесіне келгенде махаббат сөзін қолданбайды екен. Әйтпесе, әр сүрені аса махаббатқа ие пендесін шексіз сүйетін Алланың атымен бастаймын деуші еді ғой. Демек, махаббат Алла үшін ұлы ұғым, яғни мәнді сөз емес. Әр сүре аса мейірімді, ерекше рахымды Алланың атымен бастаймын деп беріледі. Демек, Құдай ұлы сезімді мейірімге шасырған. Мейірімде мән бар. Бұл әлемде қайтарым күтпейтін, есебі жоқ, жүрекке жылу сыйлап тұратын бір сезім болса, ол мейірім. Біреуге мейірім төгу үшін санасудың да қажеті жоқ. Төккен мейірімніңді сұрайтын да қабілет жоқ. Ол сондай шынайы, сондай көркем сезім. Мейірім ғана есепсіз. Пенде атаулы шексіз мейірленуге қабілетті. Мейір төгуге қауқарлы. Ерлі зайыптылар да мейірленген сайын мерейі өседі. Мейірім болған жерде махаббат өшпейді. Әлемді махаббат емес, мейірім құтқарады. Мейірімді болайық.